балдар айтқан әлі бір студент жігітті жіберген ғана шөп жинап. Ой, тірлікке несі жоқ. Мына жігіттерге не қылмай қойған аттарға келген екен түсіректе көкпардың атын. Мынаның тірлігі мына ғой, бір апарып телефонға бір шықлайды, екі апарып екі шықлайды. Үйреті қойшы, қалай қимылдайтын. Көрдің бе айыр көтерсін. Енді біз қалада өскен. Екеуден абасы бассаға? Бұл әбден піскен ғой бақ. Бұл осылдай ғой, енді біреудің тірліктерін істеп әйтеуір нан табады ғой бақ. Арасында 4 бала бағы оңай дейсің ба? Кішкене қаладамын ғой. Студент қол. Қолымыз салысты кішекеміздің. Үштім көрмеген қол ғой, Олар ойылып кеткен ғой. Енді жаңағы қара жұмыс. Кішкене отырдық. Жамаған 10 мың теңге берем деген ғой. Бірдеңе істесең деп. Бұның андасында астын тазалап қыламын, бүйтем түре беретін ғой. Сондай жұмыс ана тақтайларын бәрін қақтысам ана жұмыстан бос уақытта қойсын. Қақ жұмыс істеп отырсыз? Әкімге жүрді ақыл қоғамда. Әр түрлі істей бересіз ба? Біреу қайтыс болса жерге де кете бересің өткен. Сондай да бізде. Бала шаға бар ма сізде? 4 балам, 3 бала, 1 қызым бар. Жеңгем қайда? Жеңгеңіз 2019-да кетіп қойған. Қалай кетіп қойған? Мен біз жақсы өмір сүргісі келді ма, білмейміз әйтеуір. Бұрын жақсы тұғын. Bir gün балдарымыз звондайды, ей, не болды? Папа, мама кетіп қалды. Екеуміз қақ кетті. Бірден кетіп, үйдің бәрін ешіп жоқты. О, әкем, қазір барам. Үйге келсем, газ баздары жоқ екен, оларды тауып беріп итпейді. Ол 2 бала ақ кетіп қалған екен. Мен де түсінбей қалдым. Кейіннен 2 балам да қайтып келді. Балаңыз өзіңіз өсірдіңіз болып жүрмін? Қазір анау кішкентайым өз 6-ға өтті. Қанша деген шешетіп іздейді. Болмаса барындар болса барып қайтындар, мен үндемеймін ғой. Жақсы өмір сүргісі келді ме жеңгем? Сондай болды қазір. Қалада тұрады екен, сондай. Біреулер үйленіп кетіп жатыр. Мысалға 2009-дан бері мысалға мен үйленсем де болады. Бірақ қызым айтты, мамамыз тастап кеткенде басқа біреу не істемейді бізге. Бая берші одан. Су іш болу керек. Көке су ішесіз ба? Үй қай жерде? Квартира онда уақытша тұра береміз да. Бұл жерден тек қана нелер ғана жейма, сиырлар ғана? Сиыр кешке неден келгенде жейді ғой, шүрі байлай саламыз алдына, алма саламыз дағы. Алма да сала бересіздер ме? Алма жейді ғой. Пакетте бере бересіздер ме? Содан келіндерін тастағаны ғой. Бір нәрсе шықты ғой нардан. Келіндеріңіз айтып бермейді. Байқап, ана мал жеп қойса бәле ғой. Расставлетов Қанат дейді. Сіз ғой, Иә. Кеңші, мынау сіздің аты жөніңіз жоқ қой. Харекет қайырымдылық қорының 1194-ші баспанасы дейді. Расставлетов Қанат мырзаның отбасына табыстаймыз. Самайыңнан ақшаш көрінді, қадырыңды білмеппін әке. Енді сездім, енді білінді, сізге оқсап келемін әке. Құдай қаласа үйлі болдыңыз. Құтты болсын, көке. Көңіл басап кетті ғой. Сау болыңыз. Құтты болсын енді Аллай. Сіз сияқты жұмыстан қашпайтын 4 баланы өзі бағып отырған, ешқашанда мойымаған қазақтың жігіттері аман болсын. Сосын тағы бір қуантатын жаңалық, сіз бұйыртса көкемізбен көрші болдыңыздар. Құдай қосқан көрші. Мынау бұйыртса келесі үй сізге. Рахмет. Құдайдың өзі реттеп. Мен де түсінбей қалдым, жаңа шөп салып, пакет шығып жатқаннан кейін байқамай салып жіберген шығар деп тұрған ғой. Қарекет қорына көптен көп рахмет. Әр отбасы осындай шаңыраққа ие болып жүре беруіне тілексіз. Басқа енді ешнәрседен өзім де сасып қалдым қазір. Шын айтайын. Торлар ағамыздың міне бала шағалары да келді, тағы бір шаңырақ берекеге, шаттыққа толып жатыр.